Қызылорда қаласында Warner Bros. Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғаға қатысты сот үкімі шықты. Тергеп-тексеруді Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті жүргізді. Ұйымдастырушы азаматтарды Warner Bros. Платформасы арқылы қысқа бейнероликтер мен фильмдерді көрген үшін табыс табуға болады деген желеумен қаржы пирамидасына тартқан. Қатысушыларға рефералдық сілтеме арқылы тіркеліп, құны 10 мың теңгеден 11 миллион теңгеге дейінгі VIP пакеттердің бірін сатып алу ұсынылған. Бұл ретте күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетіні уәде етілген. Әрбір жаңа қатысушы үшін бонус төленіп отырған. Бұл азаматтарды жүйеге тұрақты түрде тартуға ынталандырған. Схеманы насихаттау үшін WhatsApp топтары, әлеуметтік желілердегі жарнамалар және үгіт-насихат кездесулері пайдаланылған. Тергеу барысында салымшылардың қаражатын жинақтау және аудару үшін қолданылған криптоамияндар анықталды. Сот санкциясымен 3 миллион USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сондай-ақ 24 жәбірленушінің азаматтық талап арыздары қанағаттандырылды. Үкім заңды күшіне енді.